Сәлеметсіздер ме? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің білім алушылары. Қаржылық есеп пәні. Пән оқытушысы Құрмашева Мақпал Талғатқызы. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз қосымша жалақының рәсімделуі және есептелуі. Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыздың мақсаты білімділік жағынан білім алушыларға қосымша жалақыны құжат арқылы рәсімдеуді үйрету, дамытушылық жағынан білім алушылардың белсенділігін арттыру, қосымша материалдарды пайдалануға дағдыландыру, тәрбиелік жағынан өз мамандығына деген жауапкершілікке, ұқыптылыққа, қазіргі экономикаға сай ақпаратты толық меңгеруге тәрбиелеу. Қосымша жалақының бірнеше түрлері бар. Олар мамандарды біріктіру, уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін орындау, қызметкер ауысқан жағдайда, үстеме жұмыс, демалыс және мереке күндері жұмыс, түнгі жұмыс, басқа қосымша төлемдер, жәрдемақылар, бонустар және басқа да материалдық ынталандырулар. Қосымша жалақының мамандарды біріктіруіне байланысты мысалды қарастыратын болсақ, жүк көлігінің жүргізушісі экспедитордың жұмысын негізгі жұмысымен қатар орындайды. Кәсіпорындағы еңбекақы төлеу туралы ережеге сәйкес қосымша жұмысты атқарғаны үшін тарифтік ставканың 50% мөлшерінде бонустың 75% мөлшерін құрайды. Ай сайынғы тариф мөлшерлемесі 80.520 теңге. Нақты жалақыны есептеу керек. Жүргізуші жұмыс уақытын балансын толығымен жасағандықтан бір айға оның нақты жалақысы 80.525 теңгені құрайды. Қосымша жұмыс атқарған үшін төлем 50%, яғни 80.520 теңгенің 50% 40.260 теңге. Нақты жалақысы қосымша жалақысымен 120.780 теңгені құрайды. Сыйлық ақысы 120.780-ның 75% 90.585. Осылайша іс жүзінде жүргізушінің жалақысы қосымша жұмыспен біріккенде 211.365 теңгені құрайды. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жұмысшылар мен қызметкерлердің мынандай жұмыспен өтелмеген уақыттары төленеді. Мемлекеттік және қоғамдық міндеттемелерді орындау уақыты, жасөспірімдердің жеңілдік сағатын төлеу, нәрестені тамақтандыруға арналған қосымша үзілістерді төлеу, кезекті және оқу демалыстарын уақытын төлеу, пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы, жұмыстан босаған кездегі шығу жәрдемақысы. Енді әрқайсысына тоқталып өтетін болсақ, мемлекеттік және қоғамдық міндеттемелерді орындау уақыты, төлем орташа, сағаттық немесе орташа күндік жалақы бойынша қызметкерлер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттемелерді орындаған мекеменің табелінің анықтамасының негізінде жүргізіледі. Жасөспірімдердің жеңілдік сағаты. 5 күндік жұмыс аптасы кезінде 16-18 жас аралығында жасөспірімдер үшін күніне 7 сағат 12 минуттан аспау керек. 16-18 жасқа дейінгі аптасына 36 сағат, 15-16 жасқа дейінгі аптасына 24 сағаттан аспау керек. Олар кесімді және мерзімді жалақы болып бөлінеді. Кесімді ақы алушы жасөспірімдерге кесімді ақы алушының тарифтік ставкасы бойынша төленеді. Мерзімдік ақы алушы жасөспірімдерге тиісті разрядтың мерзімдік ставкасы бойынша төленеді. Жеңілдік сағаттары жұмыс уақытының табелінде көрініс табады. Нәрестені тамақтандыруға арналған қосымша үзіліс. Демалыс пен тамақтануға берілген жалпы үзілістен басқа, әрбір 3 сағат сайын нәрестені тамақтандыруға арналған 30 минуттық қосымша үзілістер беріледі. Бұл үзілістер орташа сағаттық жалақы бойынша төленеді. Демалыс уақытын төлеу. Еңбек заңына сәйкес, жұмысшылар мен қызметкерлерге демалыс жылына 1 рет беріледі. Демалыс алу құқығы сол кәсіпорында 1 жыл үздіксіз жұмыс істегеннен кейін туындайды. Демалыстың ұзақтығы шаруашылық субъект белгілейді және кестеге сәйкес беріледі. Демалыс бұйрықпен немесе демалыс беру туралы жазбамен рәсімделеді де, онда оның қандай мерзімге берілетіндігі және ұзақтығы көрсетіледі. Еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша жәрдемақыны есептеу. Еңбек кодексінің 130 бабына сәйкес қызметкерлерге сырқаттанғанда, жарақаттанғанда, санаториялық курорттық емделгенде, отбасы мүшесі ауырғанда және оған күтім жасау болғанда карантинде белгіленеді. Еңбекке жарамсыздық қағазы жәрдемақыны тағайындауға негіз болады. Еңбекке жарамсыздық қағазы жалақының 100% Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне және оларға теңестірілген адамдарға төленеді. 70% үздіксіз жұмыс стажы 5 және 8 жыл құрағанда, 40% үздіксіз жұмыс стажы 5 жылдан асқан кезде төленеді. Еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша жәрдемақы бойынша мысалды қарастыратын болсақ,
Белгілі бір ұйымда қызметкер 6 ай жұмыс істеді. 5 күн жұмыс кестесі бойынша 2020 жылдың 1 сәуірінен 15 сәуірге дейін ауру салдарынан 15 жұмыс күнге еңбекке жарамсыздық қағазын ашты. Орташа жалақысы 7000 теңгені құрайды. Еңбекке уақытша жарамсыздық бойынша жәрдемақы мөлшерін анықтау керек. 5 күндік жұмыс кестесі бойынша өткізілген жұмыс күні 11 күн. Демек, еңбекке уақытша жарамсыздық 7000 теңгені көбейтеміз 11 жұмыс күнге, 77.000 теңге шығады. Өзіміз біліп отырғандай, ең максималды еңбекке жарамсыздық жәрдемақысы 15 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Ол дегеніміз 41.670 теңге. Бұл қызметкерге осы жәрдемақы тағайындалады. Орташа жалақыны есептеген кезде мына төлемдер ескерілмейді. Пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы, материалдық көмек түріндегі ақшалай жәрдемақы, өтемақы төлемдері, тәуліктік ақының орнына жалақыға қосылатын қосымшалар мен үстемелер, арнайы киімнің, арнайы аяқ киімнің, арнайы тамақтың құны, бір жылғы көтермелеу төлемдері, бағалы қағаздар бойынша дивидендтер, студенттердің, магистранттардың, докторанттардың стипендиялары. Үйге тапсырма, жұмыспен өтелмеген уақыт қалай төленеді, орташа жалақыны анықтау үшін не пайдаланылады, мына мысалды қарастырып, қай қосымша ақыға жататынын анықтау.